Сөйтіп 2014 жылы ең бірінші канал ашқан кезде бірінші қателігім каналды дұрыс ашпаппын. Яғни каналдың оптимизациясының атауын, описаниясын дұрыс жазу керек екен. И екінші қателік сразу артынан кетті. Бұл видеоны дұрыс жүктемегеннен. Өткені видеоға, мұны YouTube-ға қазір кіретін болсаңыздар, мұны қазақша рецепт деп теретін болсаңызшы, ең бірінші күннің видеолары шығады. Мұны 2 миллион просмотры бар видео шықты, мұны пончики. И 194 мың просмотры бар видео шықты. Сәл төмен түсетін болсақ 500 мың просмотры бар. И қарап тұрсақ бәрінің мыңдаған просмотры бар. Бірақ бір видеолар бар, қазір қараңыздар. Мұны 23 мың просмотры бар видео, кешкі асқа не жасаймын деген. Бірден 385 мың просмотр бар видео шықты деп. И мына қанша мыңдаған, миллиондаған просмотрдың арасына түсу үшін ол өте қиын. Сөйтсем, оказывается, қарапайым бірақ инструмент қолдану керек, ол оптимизация. Яғни оптимизация деген бағана айтқанда атауын дұрыс қою видеоның, описаниясына дұрыс атау қою, және тегіне дұрыс жазу. Теги дегеніміз сізге көрінбейтін өзінің функциясы бар, тегилер жазылып отырады. Енді қараңыздар. Именно мынау видео не үшін алдың қатарда шықты, қараңыздар. Японские панкейки дейді. Мына жерде мұны. Көрдіңіздер ма? Қазақша рецепт деген сөз шыққан. Мұны қазақша рецепт, мұны панкейки. И қазір мына видеоның несіне қарайтын болсақ, кәдімгідей осы біздің астындағы описаниясына кіретін болсақ, мұны описаниясында да японский панкейки қазақша рецепт деп терген. Яғни сен үстіне поискқа қазақша рецепт деп, немесе қазақша рецепт деп, немесе қазақша рецепт деп терсең де, сен видеоның алдын қатарда шығу үшін сол поискқа теретін атаулар, сол атауында, описаниясында, астында тегінде де тұру керек те. Неғұрлым көп сәйкестік болған сайын, сенің видеоң бірінші неге шыға бастайды? Бағанағы рекомендацияға шыға бастайды поискқа терген кезде. Енді бұл жерде не нәрсеге мән беру керек? Екінші, сол кезде мен өзімнің екінші қателігім жасаған кезде зерттей бастадым, қай жерден кетіп жатырмын деп. Опты, ол екінші қателікті шештік. Мен үшінші қателік, бұл просмотрларды ақшаға айналдыра алмадым. Я подписчик жинадым, каналдың атын дұрыс қойдым, видеоны дұрыс не істеп, оны да жасадым. И үшінші қателігім просмотр болды, бірақ просмотрларды ақшаға айналдыра алмадым. Сөйтіп қателік неден кеткенін зерттеп, осы уақытқа дейін, в общем, 60 инструмент аштым ғой. 3 жыл қатарына тоқтамай зерттеп, 60 инструментті ашып, сол инструменттерді өзімнің каналыма қолдандым. Өзімнің каналымнан қолданған кезде нәтижесін бағана көрдіңіздер, 2 миллион подписчик жиналған. Яғни бұл инструменттер кәдімгідей железо, бетон, жүзеге асатын инструменттер. Өткені миллион подписчик деген миллиондар қателеспейді.